Баяғы өткен заманда бір патша базардан 2 құл сатып алыпты. Құлдарының бірі сиықсыз, тістері шірік әрі аузы сасық екен. Ал екіншісі болса келбетті, маржандай тістері бар, әрі аузынан хош иіс шыққан жағымды адам екен. Патша келбетті құлын сыйға бөлеп моншаға жібереді. Аузы сасыған екінші құлды қасына шақырып: «Сені ұнатып-ақ едім, бірақ ана моншаға кеткен досың сен туралы көп жаман нәрселер айтты. Сен де қаласа маған оның жаман тұстарын айтып бер» дейді. Құл болса жолдасына шаң жуытпай, ол туралы еш жаман сөз айтпады. Патша қалай тырысса да мақтаудан басқа ештеңе айттыра алмапты. Екінші құлы моншадан қайтып келгенде патша оны да сынамақ болып қасына шақыртты. Біраз мақтау сөз айтқан соң: «Ана досына айтып берген жаман мінездерің болмаса, жап-жақсы жігітсің ғой» депті. Сөйтсе әлгі ашуланып, жолдасы туралы қайдағы жоқты айтып жамандай бастайды. Патша біраз тыңдаған соң доғар сөзді: «Кімнің кім екенін енді білдім. Сен жамандаған жолдасының аузы сасыса, сенің ішің шасыған, шірік екенсің. Бар сол жамандаған досының қол астында жұмыс істейтін боласың» депті. Адамның ішкі дүниесі, мінезі жаман болса, сұлу келбетінің құны көк тиын.